Сәлем достар, бұл видеода ми жұлын сұйықтығының қалай түзілетініне, оның айналымына және функциялары мен негізгі нормалық көрсеткіштеріне тоқталатын боламын. Каналға тіркелуді ұмытпа. Ең алдымен қарыншаларға тоқталайық. Ми жартышарларында бүйір қарыншалар орналасады, аралық мида 3-ші қарынша және ромб тәрізді мида 4-ші қарынша орналасады. 4-ші қарыншаның алдынан көпір және сопақша ми шектейді, ал артынан мишық шектейді. Енді ми жұлын сұйықтығының айналымына тоқталайық. Бүйір қарыншаларда тамырлық өрімдер бар. Осы тамырлық өрімдерден ликвор түзіліп, Монро тесігі арқылы 3-ші қарыншаға келеді. 3-ші қарыншадан кейін ол Сильвия су құбыры арқылы өтіп 4-ші қарыншаға құяды. 4-ші қарыншада да ликвор түзіледі. 4-ші қарыншаның ортасында Можанди тесігі және екі бүйірінде лушка тесіктері орналасады. Осы тесіктерден өткен ликвор субарахноидальды кеңістікке құйылады. Субарахноидальды кеңістіктен ары қарай жоғары қарай көтеріледі де арахноидальды грануляция арқылы сорылады. Солай жоғарғы сагитальды синусқа құяды. Ал бұл синус жалпы веналық қанға өтеді. Ми жұлын сұйықтығының негізгі функциялары. Миды механикалық қорғау, яғни амортизаторлық қызмет атқарады, бас сүйегішілік қысымды қалыпты ұстап тұрады, су электролиттік балансты қамтамасыз етеді және мидың метаболизмінің қалдық өнімдерін шығарады. Олар сүт қышқылы және көмір қышқыл газы. Ликвордың нормалық көрсеткіштері: түсі қалыпты жағдайда түссіз, мөлдір, стерилді болып табылады. Көлемі: жаңа туған нәрестеде 15-20 мл, 1 жасар балада 35 мл, ересектерде 140 мл құрайды. Тәулігіне 4-5 рет өндіріледі және тәулік бойы өндірілген көлемі 500-700 мл құрайды. Қарыншаларда ликворды өндірілу жылдамдығы минутына 0,35 мл немесе 1 сағатта 20 мл өндіріледі. Салыстырмалы тығыздығы 1005-1009, pH нейтральды және әлсіз сілтілі. Ликвордың 1 мм кубында 5 жасушаға дейін кездеседі, оның көбісін лимфоциттер құрайды. Глюкоза 2,5-4,4 ммоль на литрге дейін, белоктар 0,2-0,145 грамм на литр, кальций 0,9-1,35 ммоль на литр, калий 2,6-2,9 ммоль на литр және магний 1,5-1,7 ммоль на литр. Және хлор ионы 115-125 ммоль на литр болса, хлоридтер 7-7,5 грамм на литрге дейін жетеді екен.